Айдана, сәуір айының 14 күні Бала Фест байқауы болады екен. Естілген жоқпын. Иә, қатысамыз ба? Өзімізді сынап, осы жобаға қатысып көрсек қалай? Алматы қаласы су басу қаупі жоғары қала. Мүмкін қаламыздың болашағына өз үлесімізді қосармыз. Иә, бірақ қалай? Су басудың алдын алу мақсатында су резервуарын ұсынсақ? Иә, бұл өте жақсы идея. Және болашақта тек Алматы қаласын емес, су басу қаупі жоғары аймақтарға енгізсек. Иә, бұл жаңа технологияларды қолданып, қауіпсіз болашақ құруымыз керек. Керемет идея. Онда қатысайық. Біріншіден, негізгі резервуарлар, тік цилиндрлер. Ортада орналасқан 3 негізгі тік нысан, бұл су сақталатын немесе сүзілетін секциялар. Олардың қызметі тұндырғыштар, судағы ауыр қоспаларды түбіне шөгіндіру үшін қолданылады. Фильтрлеу бағаналары, ішінде құм, қиыршық тас немесе белсендірілген көмір сияқты сүзгіш материалдар болуы мүмкін. Екіншіден, байланыстырушы құбырлар мен науалар. Резервуарларды бір-бірімен жалғап тұрған төменгі және жоғары жолдар магистральды құбырлар. Олар суды бір секциядан екіншісіне тасымалдайды және жүйедегі қысымды теңестіреді. Үшіншіден, таратқыш және жинағыш тораптар, шеткі бөліктер. Сол жақтағы бөлік, судың жүйеге кіретін нүктесі, қабылдау камерасы, оң жақтағы күрделі құрылым, бұл суды бөлу немесе соңғы тазалауы. Ондағы кішігірім тістер немесе қалқалар су ағынын баяулатып, оны бір қалыпты таратуға арналған. Бұл модельдің мақсаты гидравликалық есептеу, судың қандай жылдамдықпен және қысыммен өтетінін тексеру, көлемді анықтау, резервуарлардың сыйымдылығын нақты есептеу, монтаждау жоспары, құрылыс кезінде бөлшектердің қалай біріктірілетінін көрсету болып табылады.